Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен қызылша салатын дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецептермен бөлісетін боламын. Ең алдымен жемістердің барлығын видеодағыдай ұсақтап турап алдым. Егер ұзынша етіп тураймын десеңіздер, өз еркелеріңізде мен 4 бұрышты етіп турағанды жөн көрдім. Алдымен алманы турадым. Содан соң барып кезек-кезек жемістердің барлығын осылай 4 бұрышты етіп, біркелкі етіп тураймыз. Бұл салаттың пайдасы өте зор, дәрумендерге толы салаттың түрі. Келесі кезекте шабдаланы да дәл солай алдымен сүйегінен ажыратып аламыз, содан соң барып 4 бұрышты етіп тураймыз. Мен бұл салатты йогуртпен араластырдым. Негізінде майонезбен араластыруға да болады, бірақ та желінбей қалып кетуі мүмкін. Егер йогуртпен араластыратын болсаңыз, осындай жемістерді қосатын болсаңыздар, тез желініп кетеді және өте пайдалы салаттың түрі. Келесі кезекте бананымызды да дәл солай 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл салатқа жемістің кез келген түрін қосуға болады. Киви, мандарин, анар, сондай-ақ жаңғақ қосуға да болады. Дәмі өте керемет болып шығады, бірақ та ол міндетті емес. Осы қоспаның өзінде бізде салатымыз өте дәмді, керемет болып шықты, тез желініп кетеді. Және де бұл салатты қонақ келгенде жасап берсеңіз де болады. Бананымызды турап болдық. Енді келесі кезекте жүзімді де дәл осылай 2 немесе 4-ке бөліп тураймыз. Жүзімді де турап болдық. Енді алдын ала пісірілген қызылшамызды да тураймыз. Қызылшаның пайдасы өте зор, қан көбейтеді. Егер сіз қызылшаны өзін жей алмасаңыз, осылай салат ретінде жасап жесеңіз болады. Міне қызылшамызды да турап болдық. Менде салаттардың қоспалары сыймағандықтан басқа ыдысқа ауыстырдым. Келесі кезекте биосыны қосамыз, немесе оның орнына басқа да йогурт қосуларыңызға болады. Өздеріңіз көз мөлшерімен қосыңыздар. Менде кішкене аздау болғандықтан биосыдан тағы да қосып жібердім. Менде барлығы көз мөлшерімен жасалды. Бұл 4-5 тәрелкелік салат болып шықты. Міне осылай араластырамыз. Тұз, шекер дегендерді қоспаймыз, өзінің тәттілігі жетеді. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, қонақ келгенде немесе жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да басқа керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған жан сая ас болсын.